қасыңда Құран қалады. Қабірде де кім не қалады қасыңда? Құран қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 30 аяттан тұратын Тәбәрік сүресі қабіріңде тұрады деді, қорған болып деді. Көрдіңіз ба? Қиямет күні тағы жәннатқа жетелеп ал. Енді неге оқымаймыз енді оны? Қиын ба әлде? Bir ай уақытыңды бөлсең бар ғой, bir ай уақытыңды Құранды бетіне қарап оқып кетесіз, әшейін. Көрдіңіз ба? Құранды бетіне қарап дұрыстап оқу бұл парыз әрбір мұсылманға. Намаздың сыртқы парызы, ішкі парызы. Намазды не бұзады, не бұзбайды, оразаны не бұзады, не бұзбайды, дәреттің парызы нешеу, сүннеті нешеу, ғұсылшы, не таяммум деген не? Осының барлығын білу әрбір мұсылманға парыз. Көрдіңіз ме? Парыз. Ілім алу парыз адамға. Кеше бір жерде сұрақ қойып жатырмын. Қынадай бір баклашка суың бар да, 1 литр деймін, мына неше литр өзі, жарты литр ма? 0,5 жарты литр ғой. Қазақша айтайық та 0,5 деп. Мынау жарты литр су, дұрыс па? Осыны 1 литр деп айтайыншы, құдай сараң қылмасын, әйтеуір екеуін қостық 1 литр болды. Жолда кетіп баратсың, жезқазғанға ма, бетпақдаламен тіліп баратсың. Бір кезде моторым кетіп қалды ғой машинаның. Сет жоқ ана жерде. Көрдіңіз ба? Бітті. Қолында 1 литр су бар мына жерде. Асыр намазың уақыты кіріп тұр ғой. Ал, не істейміз енді? Басқа су жоқ мынадан басқа. Дәрет аламыз ба? Таяммум неге аласың? Су бар ғой сенде. Су жоқ кезде алынады таяммум деген нәрсе. Ішіп қоясың, өзіңе қашып қой. Мынаны ішіп қоясың, сосын батасын бересің десеңші. Дәрет алып та. Ілімге сенім осы жерде. Міне осы жерде ілім керек болады. Ілім не деп айтады енді? Арыздар орындаймын. Өмір сүру үшін егер су қажет болатын болса, бір реттен жуып шығамыз, иә? Бір реттен жуам дегенше жарты литр кетіп қалды ғой. Күн ыстық, өлейін деп отырмын мен ше. Тілім салақтап отыр, ал не істейміз? Неге іздейсіз ғой? Білмеймін деген дұрыс. Көрдіңіздер ма? Құдай ол ситуацияға қайта түсірмеген жақсы болды бізді ше. Енді өмір ғой, әртүрлі жағдай болуы мүмкін ғой, дұрыс па? Сондай жағдайға түсіп қалсаңыздар, құрметті жамағат, қараңыздар. Мына суды той, жаңағы 1 литр суың бар да, асыр кіріп дәрет алып алдың да жаңа суға. Асыр оқып алдың. Шөлдеп өлдің ғой шамға таман, су жоқ, нем жоқ, ештеңе жоқ. Түнімен ешкім келмеді ал. Ертең тағы бір күн қалып қойдың. Сөйтіп өліп қалсаң егер шөлдеп, сен надандықпен өлген боласың. Көрдіңіз ба? Білімсіздікпен, яғни өз-өзіңе зұлымдық жасап өлген боласың. Неге? Өйткені дұрыс айтты мына бауырым. Адамның өмірі барлық нәрседен қымбат. Көрдіңіз ба? Мынаны мен ішу үшін алып қоямын да, намазды таяммуммен оқимын. Міне көрдіңіз ба? Енді таяммум алайын десем, қалай алатынын білмеймін ғой, ал. Білесіздер ме әлде? Өмірімде таяммум алып көрмеппін дейді, бір жігіт айтады. Өмірімде таяммум алып көрмеппін дейді. Топырақпен. Көрдіңіз ме? Топырақпен алынады таяммум. Қолыңды бір ұрасың бетіңді сипайсың, бір ұрасың шынтағыңмен қосып сипайсың. Болды таяммум. Бірақ топырағың таза болу керек абат. Демек сөйттің де аман қалып қалдың. Керек бекен білім өмірде? Сондай ситуация болған кезде керек қой енді білім. Көрдіңіздер ма? Міне білім керек адамның өміріне. Сол сияқты жаңа Құран оқу парыз деп жатырмыз ғой. Құранды міндетті түрде оқу, бетіне қарап, бұл парыз.